Соңғы сағаттарда ақпарат кеңістігінде резонанс тудырған хабар тарады. Кейбір дереккөздердің мәліметінше, Венесуэла басшылығына қатысты қамауға алу туралы ақпарат пайда болды. Бұл жаңалық әлемдік саясатта үлкен сұрақтар туындатты. Егер бұл ақпарат расталса, Венесуэладағы билік жүйесі мен елдің болашағына тікелей әсер етуі мүмкін. Америка, Құрама Штаттар мен Венесуэла арасындағы ұзақ жылдарға созылған текетірес аясында бұл хабар кездейсоқ емес деген пікірлерде айтылуда. Бұл видеода біз бұл ақпараттың қайдан шыққанын, оның артында қандай саяси мүдде болуы мүмкін екенін, және мұның ақш-Венесуэла қатынастарына қалай әсер ететінін талдаймыз. Бүгінгі видеода біз Латын Америкасындағы ең даулы тақырыптардың бірі ақш пен Венесуэла арасындағы қарым-қатынасты кеңінен талдаймыз. Неге бұл екі ел ондаған жыл бойы бір-біріне қарсы позицияда? Санкциялар Венесуэла халқының өміріне қалай әсер етті? Ал ақш бұл саясаттан не ұтады? Осы сұрақтарға жауап іздейміз. Венесуэла Оңтүстік Америкадағы стратегиялық маңызды мемлекет. Ел әлемдегі ең ірі мұнай қорына ие. Мұнай Венесуэла экономикасының негізгі тірегі. Бірақ табиғи байлыққа қарамастан, соңғы жылдары ел терең дағдарысқа түсті. Инфляция 100% жетті. Ұлттық валюта құнсызданды. Азық-түлік пен дәрі-дәрмек тапшылығы пайда болды. Миллиондаған адам елден көшуге мәжбүр болды. Бұл жағдайдың себептері ішкі басқару мәселелері мен сыртқы қысымның қосындысы. Чавес пен социалистік бағыт 1999 жылы билікке Уго Чавес келді. Ол өзін ақш ықпалына қарсы тұрған социалистік бағытты ұстанған көшбасшы ретінде көрсетті. Чавес мұнай саласын мемлекет меншігіне алды. ақш компанияларының ықпалын шектеді. Куба, Ресей, Қытаймен жақындасты. Бұл саясат ақшқа ұнамады. Себебі Венесуэла бұрын ақштың маңызды мұнай серіктесі болатын. Чавес қайтыс болғаннан кейін билікке Николас Мадуро келді. Бірақ экономикалық жағдай одан әрі нашарлады. ақш санкциялары неден басталды? ақш Венесуэла билігін демократиялық емес, сайлау нәтижелері күмәнді, адам құқықтарын бұзады деп айттады. 2017 жылдан бастап ақш Венесуэлаға қарсы қаржылық санкциялар, мұнай экспортына шектеулер, мемлекеттік активтерді бұғаттау сияқты қатаң шаралар енгізді. Негізгі мақсат Мадуро үкіметіне қысым жасап, билікті ауыстыру. Санкциялар халыққа қалай әсер етті? Санкциялар ең алдымен қарапайым халыққа әсер етті. Нәтижесінде мұнай сатудан түсетін табыс күрт азайды. Мемлекет әлеуметтік бағдарламаларда қаржыландыра алмады. Медицина мен білім беру салалары әлсіреді. Венесуэла билігі бұл жағдайға ақшты тікелей кінәлайды. Ал ақш бұл дағдарыс биліктің қате саясатының нәтижесі дейді. Шындық екі фактордың ортасында жатыр деуге болады. Санкциялар халыққа қалай әсер етті? Санкциялар ең алдымен қарапайым халыққа әсер етті. Нәтижесінде мұнай сатудан түсетін табыс күрт азайды. Мемлекет әлеуметтік бағдарламаларды қаржыландыра алмады. Медицина мен білім беру салалары әлсіреді. Венесуэла билігі бұл жағдайға ақшты тікелей кінәлайды. Ал ақш бұл дағдарыс биліктің қате саясатының нәтижесі дейді. Шындық екі фактордың ортасында жатыр деуге болады. Венесуэла не үшін керек? Сұрақ туындайды. Егер ақш Венесуэла билігін мойындамаса, неге соңғы кезде диалог басталды? Себептері: әлемдік мұнай бағасының өсуі, Ресейге қарсы санкциялардан кейін энергия тапшылығы, ақшқа жаңа мұнай көздерінің қажет болуы. Осыған байланысты ақш кейбір санкцияларды уақытша жұмсартты. Венесуэлада өз кезегінде келіссөздерге дайын екенін білдірді. Геосаясат және үлкен ойын. Венесуэла тек ақш пен Мадуро арасындағы мәселе емес. Бұл жерде Ресей, Қытай, Иран сияқты елдердің де мүддесі бар. Олар Венесуэламен энергетика, қару-жарақ, қаржы саласында ынтымақтасып келеді. Сондықтан Венесуэла үлкен геосаяси ойынның бір бөлігі. Қорытынды: ақш пен Венесуэла арасындағы қарым-қатынас идеология, мұнай және геосаясаттың түйіскен нүктесі. Санкциялар билікке қысым жасаса да, ең ауыр салмақ халықтың мойнына түсті. Ал алдағы уақытта бұл қатынас өзгеруі мүмкін. Бірақ бәрі әлемдік саясатқа байланысты.